Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Бекбан Нұрай Нұржан қызым. Менің жасым 9-да. Мен сіздерге Абай Құнанбайұлының 5-ші қара сөзін айтамын. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді. Бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзде жас болып ағады, я тілде сөз болып ағады. Қазақтар, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла гөр, деп тілек тілегенін өзім көрдім. Бірақ онысы жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болған сығаны. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Әуелі түстік өмірің болса, күндік мал жи, өзіңге жоқ болса, әкеңге жат, мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөрі азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар, алған қолым берген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Қарның ашса, қаралы үйге шап. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз. Қайраны жоқ көлден бес, қайыры жоқ елден бес. Деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдарда не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді. Мал үшін қам жемейді. Бірақ ол малды қалайша табуды білмейді. Бар білгені малды алдап алмақ, яки мақтап алмақ екен. Бермесе онымен жауласпақ екен. Малды болса әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтардың қайсысын қылып жүріп, мал тапса жазалы демесек керек екен. Бұлардың жас баланың ақылына несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорқпайды екен. Жас бала ұялса жерге ене жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны үлестіріп, талатпасақ, біз де өзіндей болмасақ, безеді екен. Іздеген еліміз сол ма? Рахмет.